Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 8-ші сынып алгебра сабағын бастаймыз. Бөлім: квадрат түбір және иррационал өрнек. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құрамында квадрат түбірлері бар өрнектерді түрлендіру. Оқу мақсаты нақты сандарды салыстыру. Өткен сабақтың үй тапсырмасын тексерейік. Өрнектерді түрлендіріңіздер. Қысқаша көбейту формуласын қолдану арқылы өрнекті ықшамдап түрлендіреміз. Екінші есептің жауабы 9 қосылған 2а. Төртінші есептің жауабын салыстырайық балалар. 28 азайтылған 7а. Өткенді еске түсірейік балалар. Нақты сандар рационал және иррационал сандардан тұрады. Иррационал сандар шексіз, периодсыз бөлшектерді айтады. Рационал сандар бүтін сандар және бөлшек сандардан құралады. Бөлшек сандар жай бөлшектер, ондық бөлшектер болып бөлінеді. Ондық бөлшектер шекті, шексіз период. Бүтін сандар дегеніміз натурал сандар, натурал сандарға қарама-қарсы сандар және 0 санынан тұрады. Осыдан нақты сандар жиыны құралады. Берілген сандарды рационал және иррационал сандарға жіктеңіздер. Кәнеке оқушылар, жауабымызды салыстырайық. 3-тен 1, 1,96, 0 периодта 36 сандар рационал сандарға, минус түбірасты 15 және пи саны иррационал сандарға жіктеледі. Келесі тапсырманы орындайық. Сандарды салыстырыңыздар. Периодты ондық бөлшекті салыстырғанда, периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырамыз. Немесе жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырып салыстырамыз. Жауабымызды салыстырайық. Көбейткішті түбір таңбасының астына енгізу иррационал сандарды салыстыру кезінде қолданылады. Мысалы, 5 түбірасты 3 және 3 түбірасты 5 сандарын салыстырайық. Алдымен әрбір өрнектегі көбейткішті түбір таңбасының астына енгіземіз. 5 түбірасты 3 тең түбір астында 5-тің квадраты көбейтілген 3. Тең түбір асты 25 көбейтілген 3. Бұл тең болады түбір асты 75. 3 түбір асты 5 тең түбір асты 3-тің квадраты көбейтілген 5. Тең түбір астында 9 көбейтілген 5. Бұдан тең түбір асты 45. 75 саны 45 санынан үлкен болғандықтан түбір асты 75, түбір асты 45-тен де үлкен. Бұдан сәйкесінше 5 түбір асты 3 саны үлкен 3 түбір асты 5 санынан. Келесі тапсырма оқулықтағы 4-те 4-ші есеп. Өрнектердің мәндерін салыстырыңыздар. Дескриптор түбірдің қасиеттерін қолданады. Салыстыру үшін көбейткішті түбір таңбасының астына енгізеді. Жауабымен салыстырайық. Өте тамаша, жарайсыздар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Сандарды сәйкестендіріп, кему ретімен салыстырыңыздар. Дескриптор түбірдің қасиеттерін қолданады. Салыстыру үшін көбейткішті түбір таңбасының астына енгізеді. Сәйкестігін тауып салыстырады және кему ретімен орналастырады. Жауабымен салыстырайық. Жарайсыздар. Келесі тапсырма. Түбір асты 7, түбір асты 17,
түбір астында 92 және түбір астында 179 сандар қандай бүтін сандар аралығында жатқанын анықтаңыздар. Жауабы: түбір асты 7, түбір асты 4-тен үлкен, бірақ түбір асты 9-дан кіші. Түбір асты 7, 2 және 3 сандардың арасында орналасқан. Екінші, түбір асты 17, 4 және 5 сандардың арасында орналасқан. Түбір асты 92, 9 пен 10 сандардың арасында жатыр. Түбір асты 179, 13 және 14 сандардың арасында орналасқан. Сабақты бекіту тапсырмасы. Әр кестедегі 3 санның ең үлкенін анықтап, оған сәйкес әріпті шеңбердің ішіне орналастырсаңыз, ұлы композитор күйші қазақтың аспапты музыка оперінің классигі Құрманғазы Сағырбайұлының күйлерінің бірінің атын оқи аласыз. Дескриптор. Арифметикалық квадрат түбірдің қасиетін қолданады. Квадрат түбірлердің мәнін бағалайды. Өрнектерді мән салыстырады. Сандардың ең үлкеніне сәйкес әріпті анықтайды. Жарайсыздар балалар. Құрманғазы Сағырбайұлының күйлерінің бірі Адай күйі. Үйге тапсырма: сандарды кему ретімен салыстырыңыздар. Бүгінгі сабағымызға кері байланыс берейік. Егер сабақты жақсы, толық түсінсеңіз, барлығын түсіндім. Жартылай түсінсеңіз, енді түсініп келемін, және түсінбедім, күлекештерін жібереміз. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.